Alo, Дәке. Ассалаумағалейкум. Магазиннен шықтым қазір, саған қарай бара жатырмын. 15 минутта боламын бұйыртса. Нянки жөнінде өзіңіз көзбе-көз сөйлеспесек болмады ғой. Жөн түзу адам табылмай жатыр. Бопты, давай, хабарлас. Бауыр, машинадан былайырақ тұршы, сызасыңдар ғой мен бәрі. Құдайы қонаққа да осылай айтам екен. Осы адамдар түсінбей ме? Сәл жақындап кетсең, іші ауруыңа кіріп шығасыңдар, жоқ ақша. Сенің ақшаң керек емес. Сен мені танымадың деймін, Бағлан. Джоха. Безумный Джоха. Қалайсың? Жақсы. Джоха. Қаншама жыл қайдан жүрсің? Міне мәселе жатыр. Шекараға дейін апарып тастайды. Жеткен соң күтіп алатындарға кодовый слово уместно екен. Понял. Бұл тапсырмаға сеніп, лайықты санаға кежеді. Смотри, не подведи. Жеткен соң короткий нөмірге звони. Жақсы. Содан 12 жыл тапсырмамен елде болмады. Сен кеткен екенмен 2 жылдан кейін отставкаға бердім. Қазір мен класстасым екеуміз бір бизнесті дөңгелетіп жүрміз. Айтқандай сен мен қайдан таптың? Мені білесің ғой. Іздеген нәрсені табатын. Оған сомнением жоқ. Мен қазір партнеріммен барып бір-екі шаруаларды бітіруім керек. Мен сенімен қалай хабарласам? Нөмірін жазып алайын да? Жазып ал. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Катя! Ау! Ау, Катя! Неғып кешіп кеттің? Бағламды күтемді кешіп қалдым. Нянка табылды ма? Жоқ, табылмады. Ертең ерте шығу керек. Бала шағым қарайды. Объявление беріп қойдымшы. Хабарласып жатқан ешкім жоқ. Студенттер хабарласады. Не серьезно бәрі вообще. Қош, бала шаға қайда? Қазір өзім алып келем. Заттарды реттестіріп алайын. Ау, Бағлан. Алло, Дәулет, айып етпеш, жолдан тығыз шаруаларым шығып қалды. Содан бұрылып кеткен ғой. Қойында шосын елерді. Есесіне, мен саған жақсы жаңалықпен хабарласып тұрмын. Нянка табылды ма? Енді нянка деуге келмейді. Бірақ сендер келгенше бала шаған қауіпсіздігіне 100% жауап береді. Соншалық робот па не? Сен қуасың ба? Қандай адам алып келесің маған? Мен саған бәрін түсіндірем. Гарантия берем, бала шаған басынан бір тал шаш түспейді. Одан кейін бывший. Сондай. Қойш? Менде басым екеуміз. Маған да тыныштық керек айналайын. Көшедегі біреуді әкелмеймін ғой саған. Не істейміз? Мен басқа вариант көріп тұрғам жоқ. Жарайды. Катяға өзім айтып түсіндірем. Таңғы сағат 7-де кешікпей келсін. Ұйықтап қалмасын. Сосын бәрін өзің түсіндір. Ол жағын уайымдама. Сосын бәрі жақсы болатын болса, ақша жағын уайымдама. Мен сен шөдің аударам, сен бәрін түсіндіресің. Бірақ жуынып, дені басын дұрыстап келсінші өтініш. Болды? Болды ма? Барайық онда. Есіміңіз кім болды? Просто Джоха. Сосын сен дей берсең болады. Кешіктіріп қойғанды кешірім сұраймыз. Мен бәрін Бағланға түсіндіріп қойдым, өзі түсіндіреді. Жақсы. Балалар, сау болыңдар. Ей, мә,
Кім? Барс қой. Алмайсың ба енді? Ой, сен алсаш. Алсам жағымды айналдырайын деп тұрсың ғой. Тапқан екенсің ақымақ. Ой, мынауын қайтпайды екен. Алло. Телефондарың ауыр болып кеткен ма не? Көтерулерің қиын ғой. Ішіне үйіз кетпейтін жарсың. Классы ішіндеміз. Өй, мен сендер дүйде ма десем. Азамат қасымда, біргеміз. Кәй өтем онда. Бір әңгіме бар. Мақыл. Қазір келеді. Барс, үйдің үлкені. Өзінше жігіт болып қалған. Бірақ та әкең тәрбиесін білесің ғой. Өте қатты. Ол балдарын бос жіберіп қоймайды. Үнемі контрольда ұстап отырады. Классының атаман деп естідім. Табыс, ортаншы баласы. Дәкеңнің бизнесі қарыштап тұрған кезде, табысы мол кезінде дүниеге келген бала. Сәл қиялдау, абайла. Аты Жоха дейсің ба? Ja. Шын аты жоқ па не? Білмеймін. Сонда де болмақ? Білмедім. Береке. Үйдің кенжесі. Дәкең қызғалдағы. Тым мерке. Үйде дегені болатын бірден бір осы қыз. Қиыншылықты осы қыз тудыру мүмкін. Атаннан келгенше сол кісі қарайтын болды ма сендерге? Иә. Сен түгілі ағаларыңа да ұнатқан жоқ шығар, иә? Кетші жүріңдер, басқа жерді аралайық. Осы мәселені бір жақты ету керек. Бізге де қауіпсіз болған дұрыс қой бірақ. Енді үйдегілерін шешіп қойса біз не істей аламыз? Бізден ақыл сұрап келіп отыр ғой. Уайымдама, мынансы болар. Онда былай жасайық. Сендер оны бір күн бірге тұрып көріңдер. Оны барашса, оны көреміз. Нені көреміз? Как будто бәрі идеальный істейтін сияқты сөйлейсің. Сонда не, барыс қиыншылыққа түсіп қалса, біз үйде үндемей отыра береміз ба? Жоға, көмектесеміз ғой қолымыздан келгенше. Енді не дейсің? Қойыңдар, салға сөйлейін. Бастысы менімен бірге болсаңдар болды ғой? Конечно, біргеміз ғой. Онда телефонда болыңдар. Иә. Я міндетті түрде оны барамыз, иә. Жақсы. Катя, көкем жағдайы тым ауыр болып кетті дейді. Барлығы жиналып отыр екен. Ойбой. Дәулет. Елестетші. Ана Жоға дейма. Кенет бір маньяк болып шықса. Мен сендерді өзіммен бірге алып кетем. Сендерді ата-аналарыңда, достарыңда полицияда қалама! Ойбай, не дейді? Шынымен бармай қойсам болмай ма? Біріншіден, ол менің туған көкем. Екеуміз бармасақ болмайды. Қайдағына айтпай, ұйықтайықшы, өтініш. Мүмкін бар ғой. Жаңа Жоға деймін да, қолы сұғанақтанған ұры болсаш.
Немесе ше? Психикалық ауытқуы бар, ес ауысқан ауру болса ше? Дәулет деймін. Не? Тұршы енді, бір нәрсе істейді. Тұрғанда не істеймін? Сан, бала шағаңды уайымдамайсың ба? Ой! Бағлан, бізге жаман адам ұсынбайды. Ертек айтпай, ұйықтайықшы. Осыдан бар ғой, айтпады деме. Дәулет Құдай сақтасын. Ертең күніші бір анау-мынау болып жүрсе бар ғой, өзіңнен көр. Дәулет деймін. Саған айтпады. Ана қолында бұл кім бар? Өздері де келмейтіндей болып кетті-ау деймін. Ne? Olmaz. Болған ғой? Ол қашып кетті бағана. Семіз адаммен осы кетті ойлайсың ба? Ондайлар қачы көреді ғой? Ондайлар қачы көреді? Уайымдамашы, қашып кетті ол уақытта. Адам сонша. Сосын осы жұмысты қояйықшы. Ойбай, сен осы жұмысқа қандай байлай? Енді азынып тұрасың, барасың, жүгіресің істеп қашасың. Қашайсың ғой, жұмыс қой. Ойше, қайғадан айтайын мен. Одан ана дәу келмей тұрғанда аяғымызды нарадан шүк-шүк жоқ жіберейік те. Ол келмейді, башаға отырды. Давай, кетті. Онда адам бар ма? Қой, тезек жолға шығайық. Ана құртқанды алсыншы. Жәке, үй бала шағасы аман. Балалар, келеске сау болыңдар. Алтындарым сол, жандарым сол. Бұзық болмаңдар, жарай ма? Нағаларымды тыңдаңдар. Сіздер қашан келесіздер? Әкесі? 4 күнде барғаннан кейін көреміз. Қызым, 3 күн ұйықтап тұр, 4-ші күні келеміз, жарай ма? Біз сендерді әкең екеуміз жақсы көреміз. Барыс, інің мен қарындасыңа бас көз бол, жарай ма? Сонда ата-аналарымыз келгенше ошақта боламыз ба? Қарнымыз ашса. Қорықпаңдар. Кешке дейін шыдасақ, ол ұйқыға кеткенде өзім кухняға барып бір-екі нәрсе ұйымдастырамын. Оға дейін шыдаймыз деп уәде етіңдер.
Шыдағын шыдаймыз ғой. Ал есік сындырып кірсе не болады? Шіле есікті сындырып кіре қоймас. Балалар. Балалар. Осындасыңдар ма? Үндемеңдер. Сөйлеп кетеді өзі. Кетпей қойсашы. Кетпегенде қақа барады. Ашыңдар есікті. Жақсылап танысайық. Ата-аналарың сендерден маған сеніп тапсырып кеткен соң, енді сендердің әкелерің де, аналарың да мен болам. Сізді мама дейміз ба, папа дейміз ба? Енді қалай ыңғайлы болса, солай айта берсеңдер болады. Сіз бәрібір біздің мамамыз бен папамыз сияқты бола алмайсыз. Енді болмасақ та соларға ұқсаймыз ғой. Мені әжетханаға барғым кеп тұр. Сашықта шықнау кетсін. Не істейміз? Қане, ашыңдар енді. Ашыңдар. Бәрібір де Поканы туалетке апару керек қой. Менен қорықпай-ақ қойсаңдар болады. Мен сендерге қамқор болам. Сөздеріне қарасақ, мейірімді адам сияқты. Әлі түскі асымызды ішуіміз керек. Енді қалай болғанда да ата-аналарың келгенше бірге түсінісіп, бірге өмір сүруіміз керек. Балалар, жарайды енді. Мен төменде ас үйде болам. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.